وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. Енді мақшарға келді Алла Тағала. Күлімізді Алла Тағала мақшар әлеміне жинаған кезде жер жаңадан ауыстырылып қойылған, аспандар жаңадан ауыстырылып қойылған. Содан жаңа мақшар жерінде тұрған кезімізде Алла Тағаланың әмірімен жаңа 7 қабат аспан, сол күллісі мақшарда тұрған кезде аспан әппақ бір бұлттармен жарыла бастайды дейді. Әппақ бұлттар, ондайды көрмеген адамдар мысалы жарылып бастаған кезде ол жаңағы періштелердің бұлттары екен. Соны Алла Тағала айтады, аспан шытынап бұлттармен бөлініп сетінеген кезде періштелер бірінен соң бірі түсірілген кезде дейді. Сол күні. Енді ойлаңыз, дүние аспаны, ең төменгі аспанның періштелері түседі. Ибн Аббас радиаллаху анхудың айтуы бойынша, Адам алейхиссаламнан бастап ең соңғы адамға дейін, сондай-ақ жаңағы іблістен бастап ең соңғы жынға дейін қарайтын болсаңыз, сол күллі жердің бетіндегі бәрі жиналды ғой мақшарға. Осы саннан 2 есе санды құрайды дейді. 2 есе санды құрайды төменгі аспанның періштелерінің саны дейді. Сол ойлаңыз, түсіп жатыр, сапқа тұрып жатыр. Яума яқумур руху вал малаикату соффа дейді Нәбә сүресінде. Мысалы, періштелер сапқа тұрған кезде, анау үрей қорқынышты. Қандай құлдар түсіп жатыр. Одан кейін екінші аспанның періштелері, анау ашылады болды, сетінеп кетті. Екінші аспан сетінеп жатыр. Келесі періштелер түседі. Олардың саны жаңағы адам мен жындар жаңағы періштелермен қосқанда 2 есе үлкен дейді. Алла әскерін көрсетеді екен мақшарда. Сонда періштелер барлығы сапқа тұрып жатыр. Одан кейін келесі сетінейді. Оның саны жаңағының барлығынан 2 есе үлкен. 7 қабат аспанға дейін. Көрдіңіз бе? Сосын 8 періште аршымен түседі деген. Мысалы жаңағы 8 періште, солардың жаңағы 4-еуі мына айтады дейді. Субханак Аллахумма, кемшілік сипаттардан пәк Раббымыз, ләкәл хамду, мақтаулар саған тән, аля афуика, бағда құдратика, азаптауға құдіретің жете тұра, кешірімділікті ұнатқаныңа. Қарас, сол үшін саған күллі мақтаулар тән. Субханака аля хилмика бағда ғилмик деп 4 періште айтады дейді, жаңа 4-еуі. Кемшілік сипаттардан пәк Алла, не деген мақтаулы едің, біле тұра ұстамды болғаның. Аллар құдіретті бола тұра азаптап жіберуге кешірімділікті жасағаның. Осыны түсінген адамдар бар ма жоқ па? Ана жерде барлығы сол нәрседен қорқып жатқан кездер болады. Сонда Алла Тағала айтады, Әл-мулку яума изинил хаққу лир-рахман. Ол күні хақ патшалық Рахманға тән. Рахман шешеді сотты. Әркімнің тағдыры шешіледі. Вакана яуман алал кафирина асира дейді. Міне. Ол күн кәпірлерге өте ауыр болады. Өте ауыр болады. Өйткені олар Рахманды менсінбеді. Рахманды мойындамады. Сол кезде құрметті жамағат, Раббысы сотты бастап есептері болады ғой. Сонда айтады, мысалы, Яума ю'та бил ғабди яумал қиямати, бір құлды алып келеді. Алла Тағаланы мойындамаған, дүниенің не бір нәрсесін танып білген осы өмірде. Сондай бір құлды алып келеді де, Алла Тағала айтады екен. Фаяқулуллаху лаху. Алла Тағала оған айтады. Әләм нәжғалләка сәмған ва басаран ва мәлән ва вәләдән. Мен саған есту қабілетін бермедім бе? Қарас, нығметтері. Күллі нәрсе реальный өмірдегі Алланың берген нәрселері. Адам сонда иман келтірмеген адам тек сол күні ғана түсінеді екен өзі. Мынау нәрсенің хақысы не болғанында. Мен саған есту қабілетін бермедім бе? Мен саған көру қабілетін бермедім бе? Мен саған мал бермедім бе? Мен саған бала бермедім бе? Сондай-ақ мен саған 4 түлік малдан
бағындырып бермедім бе еркіңе? Сені қожайын қып қойып, бір пақыр кеп сұрайды, сен бермейсің, сені қожайын қып қойғаным есіңде ме? Мен саған түйелер бергенім, мен саған жылқылар бергенім, мен саған егін бергенім есіңде ме? Ва укримка, сондай-ақ мен сені құрметке бөлегенім. Ва узауичка, мен сені үйлендіріп, сосын содан балалар сүйгізгенім саған. Сонда қараңыз, жаңағы барлық нығметтерін атайды, таразы тұр ғой. Таразыға шүкірлік салыну керек та, амал келу керек қой. Сонда Тағала айтады екен, фәйна шүкру залика. Қайда сол нығметтердің шүкірлігі? Ештеңке алып келмепсің ғой деп. Қараңыз, қандай қиын сағатты. Сол нығметтердің барлығының шүкірлігі қайда? Көрмей тұрмыз ғой. Афазонанта, сұрақтың өзін сондай неде қояды екен де, афазонанта аннака мулақия яумака хаза, сен осы күні менімен жолығатындығыңа сеніп пе едің өзің? Мысалы, мына дүниеде, мысалы айтайық, біреу осындай бір емтиханда тұрса, бір мен білмей қалыппын, ол үй тапсырмасын деген нәрселер болады ғой. Білмей қалған екенсің ғой, сабақты болмай қалғансың деген, сондай нәрсені күтеді адам. Түсінесіз ба? Сұрақты солай қойып тұр ғой. Сен өзің сеніп пе едің менімен жолығатындығыңа осы күні деп сұрақ. Көрінбе, жолығуды қараңыз қайтадан. Жолығатындығыңа. Сонда адамнан шығатын, лә, мен сенген жоқпын. Сонда Алла Тағала айтады, инни алияума, сөзсіз мен бүгін әнсәка, сені ұмытамын дейді. Қараңыз. Бітті. Кәмә нәситәни, сен мені дүниеде ұмытқаныңдай. Мен ешкімге әділеттік жасамаймын дейді Алла Тағала. Әділетсіздік көрдіңіз ғой. Сен мені дүниеде мүлде еске алған жоқсың. Менікін жедің, менікін іштің, менікін кидің, менікін міндің. Менікімен дәрежең көтерілді. Қарас. Мен берген қабілеттер арқылы атақ жинадың. Ва тар асу дейді бір риуаятында, бастық қылдым емес па сені? Ва тар бақ, рақатты өмір бердім емес па саған? Қайда осының барлығының шүкірлігі дегенде? Осылайша әрбір адамды осылай шақырады дейді Алла Тағала. Қарас. Әрқайсысы. Біз ұмытамыз деген бітті періштелер сөйлетіп алып кетеді екен. Әл-Хаққа деген сүреде Хузуху фағуллу дейді Алла Тағала. Ұстаңдар ананы, байлаңдар ананы, бұйрық кетті. Алланы мойындаған жоқсың, Аллаға еш нәрсе емессің деген нәрсе. Ұстаңдар, байлаңдар ананы, сумма фи силсилатин зарғуха сабуна зираған фаслуку. Ана 70 шынтақ ұзындықтан тұратын шынжырға өткізіңдермін ана деп айтады екен. Иннаху кана ла ю'мину биллахил азим деп айтады дейді. Расында бұл ұлы Алланы мойындамады ғой. Қарас. Вала яхудду ала таамил мискин. Бұл бір міскінді қасынан келіп сұрап жылап тұрған кезде, берші деген кезде соны тамақтандыруға да қызықпады ғой дейді. Фалайса лахул яума хахуна хамим. Сөз қараңыз атаған. Бүгін бұған бұның ыстық досы, жақын досы жоқ енді деп айтылады екен. Періштелер сөйлетіп әкетіп баратқан кезінде жаңағы сөздері қиын. Мағнани малия, малым маған көмектесе алмады, мысалы. Біреу патша болған. Бай айтады, маған малым көмектесе алмады. Патша айтады дейді, халаканни султания. Патшалығым жойылып кетті ғой деп. Болды. Патша емессің ғой бұны. Құлсың. Сен осы дүниеде құл болғансың. Сондай нәрселер құрмет жамағат. Осының бәрі хақ Алла Тағала тарапынан білдіріліп атқан нәрсе. Сосын бір адамды алып келеді екен. Оған да жаңағы нығметтердің бәрін еске түсіреді. Сол кезде ол айтады дейді. Раббым, инни аманту бика. Мен сені мойындаған едім дүниеде. Уассаллайту. Мен намаз оқыған едім. Садақа да берген едім. Уассумту. Ораза да ұстаған едім. Рамазан айын. Ешіңе де, кітабыңа да, бәріне де сенген едім. Деп сондай нәрселерді айтады. Уайюсну минал хойри мастато. Сөйтіп істеген жақсылықтарынан шамасы келгенше атайды дейді жерде енді.
Сол нәрселерді атап болғаннан кейін рас айтасың ба дейді екен Алла Тағала. Иә, мен осының бәрін істедім. Набғасул ана алейка шахидана. Қазір онда біз саған қарсы куә болатын бір куәмізді әкелеміз дейді. Фаятафаккару фи нафсихи фаякулу ман заллази яшхаду алайя. Жаңағы сөзден қорқып кетіп, ол кім екен маған қарсы куә болатын? Кім қарсы куә болады маған? Мен ішкі дүниемдегін білмеді ғой олар. Дегендей нәрсе тұрған кезде фаюхтаму аля фихи дейді. Алла Тағала аузын жауып тастайды дейді оны. Аузын мөрлеп тастайды екен да. Сөйтіп фаюқолу ли фахизихи ва лахмихи ва ғизомихи, жаңағы сан етіне де, ағзаларына да, сүйектеріне де Алла Тағаладан бұйрық кетеді дейді. Интиқи, сөйлеңдер деп. Содан жаңағының барлығы сөйлеп кете бастайды дейді. Сан еті, сүйегі, еті, тілі, көзі, күллі нәрсе сөйлеп жатыр. Соның барлығын сөйлеп болғаннан кейін фазаликал мунафиқу дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл мұнафық адамның күйі болады дейді қияметте. Сол секілді мұъминге кезекке мұъмин деген қорқып тұр. Шын намаз оқыса да шын оқыған, күнәсі болған шығар. Күнәдан ешкім пәк емес дегендей мысалы. Бірақ оқыған кезінде намазын оқыған, оразасын ұстаған, ешқандай өтірік жасамаған Алла Тағалаға. Сөйтіп сондай бір мұъмин, Бұхаримен келетін хадисінде айтады: инналлаха юднил муъмина. Жаңағы есептер кәпірлерге болсын, жаңағындай өтірік иман келтірген мұнафықтар болсын, сондай нәрселерді күллісі әшкере болады дейді. Күллі халықтың көзінше болады дейді. Күллі халықтың көзінше болады дейді жаңағы есептер. Мұъмин қорқып отыр, қорққаннан білмейді не болып жатқанын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: инналлаха юднил муъмина. Алла Тағала мұъминді өзіне қарай жақындатады дейді. Фаядау алейхи канафаху фаястуруху. Оған бір пердесін түсіріп, пердесімен жасырып, аналардың көздерінен алып кетеді дейді. Ол қорқып тұр, бірақ күллі халықтың алдында тұрмын деп тұр да. Сол кезде айтады екен. Фаяқулуллаху, Аллах Тағала айтады: амилта каза ва каза деп. Мұъминге жасырын алып кетті ғой. Сен нандай күнәні істедің ғой деп. Істедім деп айтады дейді. Фаяқулу амилта каза ва каза. Сен на күнәні істедің ғой деп. Істедім. Хатта юқаррируху бизунубихи. Күллі күнәларын мойындатады дейді сөзде. Күллі күнәсін мойындатып келе жатқан кезде вара'a фи нафсихи аннаху қад халака. Құрыдым ғой деп ойлайды дейді мұъмин. Сонда Алла Тағаласы: инни сатартуха алейка фи дуния. Мен осы күнәларыңды дүниеде жасырған едім дейді. Ва ана ахфиру. Ва ана ахфируха лака ал-яума. Мен бүгін сені кешірдім дейді екен. Алла Тағала бәрімізге осындай сәт берсін. Фаюхта китаба хасанатихи. Содан қолына, оң қолына кітабын ұстатады дейді. Кітап ұсталған кездегі бақыт. Фаамма ман утия китабаху бияминихи. Кітабы оң қолына берілген адам, еш жоқ бақыттан. Адам ондай бақытты сезіп көрген емес. Фаяқулу хауму қурау китабия. Оқыңдар менің кітабымды деп бәріне. Инни зананту анни мулақин хисабия. Мен сенген едім пайғамбарымыз арқылы, Құран арқылы осындай есебім болады деп.
فهو في عيشة راضية дейді Алла Тағала. Сөзсіз ол енді разы болған бір өмірге кірді ғой дейді. Рас. Фи джаннатин алия. Сондай биік зәулім жәннатта ішіне қоя берді ғой. Әл-мүлку яума изинил хақрир рахман. Міне. Ол күні хақ патшалық рахманға тән. Мүминнің жүрегінде бұл хақ патшалық рахманға тән деген бүгін жұмыс істеу керек. Сол үшін Малики яумиддин деген бір сөзді Фатихаға Алла Тағала аят етіп кіргізіп қойды ішіне. Сот күнінің иесі деген нәрсе. Есеп күнінің иесі. Бұл күн кәпірлерге өте ауыр болады. Яғни мүминдерге Алланың рахымымен және кеңшілігімен, құрметті жамағат. Тек Алланың рахымымен және кеңшілігімен мүминдерге жеңіл болады. Сондай күйге ұшырап жатқан бір залымдардың мысалын келтіреді Алла Тағала. Уаяума яғудду золиму. Жаңағы яғадду, тістеу деген мағынаны білдіреді. Әділетсіз адам өзінің екі қолын тістеп жейді дейді сол күні. Жаңағы кітап сол қолдан берілді. Періштелерден ешқандай сүйінші жоқ. Сонда дүниені Алла Тағала көз алдынан өткізеді. Дүниедегі шешім жасауға, таңдау жасауға бола тұра, күпірлікті таңдаған үшін. Иманды таңдау мүмкіндігі бола тұра, күпірлікті таңдаған сәттерін есіне түсіреді екен. Сол сәт есіне түскен кезде екі қолын життейіп бүйтіп тістеп. Яғни өте қиын, опық жеп жатқан, өте қиналып жатқан жағдайды Алла Тағала суреттеп жатыр. Сондағы аузынан шығатын сөзі мынау дейді. Яқулу я лайтани әттеген-ай. Әттеген-ай деген сөз осы қияметте көп айтылатын сөз міне. Әттеген-ай тахысту мағар расули сәбилі. Елшімен бірге жол ұстағанымда ғой деп қараңыздар. Елшімен бірге жол ұстағанымда ғой, әттеген-ай деп екі қолын тістеп жатады дейді.